Қайырлы күн оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге керемет жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пышкидің рецептісін ұсынатын боламын. Қазақша айтқанда аштықсыз пісірілетін бауырсақтар өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне тұз, айран, қант және ас содасын салып, шанышқының көмегіменен жақсылап араластырып аламыз. Ас содасы менен айран біріккен кезде, қосылған кезде бізде реакция жүріп, көпіршіктер пайда болады. Сол кезде үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып қамыр илейтін боламыз. Барлық пайдаланған заттарымның өлшемдерін видеоның астында описанияда жазып өтемін. Қамырымызды алдымен қасықтың көмегімен, артынан қолымның көмегімен жақсылап тұрып, жұмсақ қамыр илеп аламын. Мінеки қамырым дайын болды. Қамырымды 10-15 минутқа демалдырып аламыз. Салафанға мешочкқа салып. Демалған қамырымды алып, теңдей 3 бөлікке бөлемін. Әрбір қамырымды ыңғайлы қылдырып, өзіме домалақтап аламыздағы. Оны себе отырып, қатты жұқа қылдырмай, қамырымды жайып шығамын. Пышақтың көмегімен немесе мен сияқты кескіштің көмегіменен ұзын шақып кесіп алып, артынша 4 бұрышты қылып кесіп аламындағы, ортасын кесеміз. Қамырымыздың бір шетінен жаңағы ортасындағын өткізіп, осындай әдемі пішінге келтіріп аламыз. Барлық қамырымызды осылай кесіп алғаннан кейін отқа майымызды қыздырып, қызып тұрған майда бауырсақтарымызды қызартып пісіріп аламыз. Мінеки, осыменен біздің бауырсақтарымыз әзір болады. Қызарған бауырсақтарымызды сүзіп аламыздағы, дастарханға ұсынамыз. Осымен біздің пышкиларымыз дайын. Ас болсын, сіздермен бірге болған арайлым.